Bismillahirrahmanirrahim. Абдулхаким, сынташ салынады. Ол сынташқа қалай жорықла, қалай шартла бардыла, шариат жаныбыла. Алға қайсы күн салынырға керекті? Адамны асырағаннан sonra миллетімізде қалай әдет барды? Қачан салырға izleyle, терс меттелі, түз меттелі? Енді сынташны бірінші не болғанын айтайық. Не үшін салынады сынташ? Шариатта себебі не затты? Маблайда қабыр барды деп білдірген, белгілі еткен. Қабыр болғанын білірче, қабырны баш жанында, қабырны аяқ жанында бір затла салған, бір ташла салған, бұлайда мұны екісінің ортасы қабыр деп білірче, сөз үшін. Ол zaman өткеннен sonra, топырағы да чөгіп түз болғаннан sonra, алайда малта байланмасча. Нектегенде, Пайғамбар Аллаһ саламы аңа болсын, қабырныға олтырмағыз дейді. Қабырға олтыруға жарамайды, қабырны малтап айланырға жарамайды, үсі білі, үсіне мініп. Аны үшін біз қабыр қайда болғанын белгілі болуға керекті. Екіншісі, сынташ адамны бұлайда қабыр бар деп білдіргеннен sonra кімні қабыры болғанын білдірге де әркеллігі барды. Оғай амалың жоқты деп оғай, әркеллік барды, кімні қабыры болғанын белгі еткен. Сөз үшін мен өлгенімі қабырлаға барға жараймыды, қау жарайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да бар еді, өлгенліге тілек етерге, қабырлаға тілек еткен барысына бірге әйінші адамға барға да. Аны үшін мен қабырлаға барған заманда өлгенімі қалайды асыралғанын білірге сүйеме. Әркелдеген бар мыды? Қау барды. Мен қалай білейім, қайсы қабыр менікіді? Гече әлледі, ол жеңілді. Табарға болуқса, алай ел ұлы болса, шақар болса, har күннен 20 адам, 30 адам асыралып тұрса, қайда қалды мені өлгенімі қабыры, мен қалай табайым? Бір белгі салырға еркелігім барды мені. Ол белгі қалай болырға керекті? Мен танырча, білірча, сөз үшін. Тұқымымы, тамғасымы салдым. Не білейім, кесімі, үйірімі құрап бір белгімі салдым. Оғысы атын тұқымымы жаздым. Барыста белгілелі, ол белгіні салырға, сынташқа еркелігім барды. Sonra bu sağatта ол сынташланы еткен заманда, ол мен кім асыралып болғанын азынан не біле білдірге еркелігім бар есе де, ол тамға сыйнырча бір ташны елтіп салырға еркелігім барды. Сөз үшін тұқымын, атын, атасыны атын, шаштырмаш нектегенде тұқымма да көп, атла да көп, бірге келішкелі көп, аланы барысында айырға, ол атасыны атында жазарға, ол аз дейік затланы жазып, мен білірче сынташны ол халде етерге еркелігім барды. Ол сынташны не заманда салырға керекті? Жик туасына дәрі салып бошарға керекті деп қазават етелі халықта. Енді жик туа болмаған үсінен айтқанбыз. Аны үшін ол жик туа бұлада байламайбыз сынташыны. Қачан тап түшсе де қалай бір алғарақ дейік енді етіп құтылуға оңың бар есе, әлттің да салдың да белгілі еттің айырылдың. Аны заман бұла чекленуі жоқты. Екіншісі, мен сынташқа белгімі да сыйындырама, дағы да аңға да бір затла қошарға сүйеме. Межгет сұратта шлейме, дінақылу сыйды, құмғанда шлейме, минчақлада шлейме, намазы бар еді, розасы бар еді, не білейім, бір сүйген аты бар еді, ағында сұратын салама, сүйген мешнасы бар еді, ағында сұратын салама, кетті қапар. Бір дазбудан, бір кесекчік, бір сөзлі. Бұлай деп алғыш еткен, тілек еткен, бір жазула жазған, ол барысы да керексіз ерішулеге, керексіз атын үстінде ерішулеге жолыны açады. Аны үшін açқаннан sonra да ол сынташыны қылықсыз ұлы етіп барады. Ал өтті, мен атама наман түйледі, мен де қошайым, мен атама бұлай жерде ішлейді, қошайым, ерішу барады, қаяла.
Қабырларыбыз сүйелген қаяла болып қалғанла бүгілікте. Сұратла салалла. Мөлейкле сұрат болған жерге кірмейді деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисі барды. Адамларның сұратларын ішлейлі, сұратларын салаласын ташлаға. Эм айыплы суы тешіруланы сұратларын салалла. Жаулығыды, әні сұрат саларға жарамайды. Алай салғаннан sonra да не жаулығы жоқ, не бір заты жоқ. Бұтларын açıp салалла бірле. Бұтларын açıp салалла. Тешіруны бұтларын açıp отырып тұрғанлайына. Ол, қалай айтайын, ол ерішу бір башланса, шайтан жүгенні бір кейдірсе адамға, ол аны ычқындырмазға күрешіп, қамычы білада ұрып аямағалайына, ол теріс жолда бардырғалай тұрады. Аны үшін біз аны ырбынынан кесерге керекпіз. Сынташ ол белгечік болды. Аны үшін бұл біз тұрған елде біраз мақтанған детейім. Әлі біз біле жиылып, бір ақыллы болып, сынташны өлчөнін салғамыз. Сынташлар бізні барыбызда да, бұл жаңа açылған қабырларыбызда, барысы да бір кебіклерлі. Бір таштан, бірча бейіклігі, бірча кеңлігі, бірча қалылығы, бірча жазулары, har biri de бірчады. El erişu taşların üstünde жоқты, аны кескенбіз, кетергенбіз. Аны үшін қабырны белгісі бар мыды? İzlеген адам кесіні ақылысын табаллық мыды? Табаллықты. Келіп тілек еталық мыды? Қабырының үстінде өлгеніне еталлықты. Жұмыш толды, ерішуге де eşik жабылды. Аны үшін сын ташқа ол халде қарарға керекті. Hakim soru жазуланы üstünden birle Bismillahirrahmanirrahim деп жазалылар. Birle Allah rahmat etsin деп жазалылар. Birle bir ayatla жазарға izleyildi. Бай din мағанасы болған жазуланы жазарға важараймын сын таштың үстінде. Енді ол соруда bir da böyle kıyırıp ayttık. Alimlerini içinde aslamısı ayatlarını mecgitte okuna жазарға dürüst görmeydiler. Mecgitni içinde жазарға okuna. Nektegende ol Allah-u Teala'nın sözlerin omaklıkka jürütkenge sanaladı. Ol alanı uçuz ötkenge sanaladı. Bütün de bek anı eltip sıntaşqa salgana ola andan da bek jaramağızat. Anın üçün Bismillah dep de жазмайса, ayatla da жазмайса, Allah rahmet etsin dep de жазмайса, kelgen zamanında al қабырны қатына Bismillah'ını da ayt, tilek de et, Allah'ın rahmatını da tile, Allah-u Teala'nın rahmatını eşiği açılıptı. Alay ol sıntaşqa, ol kim asıralğanın bilirge, em az nezat жазылығы ise de anı жазаса. Alimle аңа erkilik bereli. Atın, tukumun, atasını atın, kaçan ölgenin, söz üçün Kaçan tuğan, kaçan ölgenin. Har zatı da kelişken ek adam töyüp kalsa da, tuğan zamanı bula, ölgen zamanı bula ayırıça. Andan başka zat kabırını sıntaşqa bir zat da gerekmeydi. Sonra biyikligi neçe bolurga kerekti? Biyikligi ança bolurga kerekti dep ölçüm joktu şeriatta. Qallay bir giçi et alıysen de. Qallay bir giçi et alıysen de Allah bir Ali radiyallahu anhu aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manga buyurgandı. Jerini üsünden beri qaragan kabırını koymazga jer bile teң eterge deydi. Anı üçün endi jerini üsünden beri götürülgen zat. Ol kereksizge köz ilindirgen zatını jer bile teң eterge buyurgan deydi. Kabır qallay bir gitçe bolsa, sıntaş qallay bir gitçe bolsa, allay bir kerek. Ol aytkan şartlarımızga kelişti. Andan qallay bir gitçe et alsan, allay bir ақшыды. Ақша. Endi bugüne deri sıntaşlarına surat salıp bu beruge qarap ters etkenlerin anlap Allah'a ne onu. Bir ülgü keltireyim. Anamın qarındaşı kesini qart anası bila qart atanı
sıntaşlarının üstünde alayda da surat var alın zamanlarda temirden bay korap etip başından kiydirgen etkendi. Surat görünmesi için. Alay eterge jaraymadı. Sonra bugünlükte o tersedi. Endi kalay kutulayık nezet eteyik. Bay sıntaşında kesip keterge kolları, amaları yoktu, gözü karamaydı bilmeyim. Suratını jabarça. Ol temirden etip üstüne japkan. İgi mi da ters mi da? Endi ol bir kezi zamanga işlegen amalsız jumuştu. Temir tot boldu, çiridi, ketdi, biyağı surat açılındı. Nirjaveyka bolsun. Bolsun. Bir ölen barıp çıkarıp ketip kalsa söz üçün. Ol jumuşunu murdoru bula ketere gerek. Sıntaşını kesin barıp, sıntaşını keterip şlifavat metese, ol suratımı kırdırasa, jappa жаңыдан керекisi yazdın, keserin çevir kestin, gitçe ettin. Ol zatını, ol terslikini düzötürge gerekti. Düzötürge de ol salgan adam kesi düzötse, аңа ne kral, ne kimde жоғайтырақ tüyüldü. Başka da etse o, ol tapsız жұмышқа тартырықлан үшін, har kim kesini tersligin, ne de аңа der etilingen terslikleni kesi kolubla düzötse, em akşası oldu. Anlağanını, tüzlükünü izlegenini şahatlarından da birdi.